Құттай баламен не істеп жатсың? Издеваться етіп. Ассаламу алейкум, достар. Мына видеоны қарап өтіп алмадым енді, жігіттер, кешіріп қойыңдаршы енді. Енді қалай бар солай айтатынымды сіздер білесіңдер. Мен мотиватор всегда как она есть айтады да. Мұхит, ты, во-первых, дырдай тренерсің да, енді сен үлкен мужиксің ғой енді. Сен деген мына учениктерге тоғасың ғой енді бір, действительно да. Не істеп жатсың, құттай баламен издеваться етіп, бұтын арасына салып, натуре басып, оны деген арқасынан соғып. Ол біріншіде құттай бала, ол енді юношы ғой енді. Ол есінде болсын, ол мужик емес та. Оны мына несінде, қалай айтайын, психикасында қалып қояды да. Әлі ойында қалып қояды, ол никогда ұмытпайды, есінде болсын. Құттай бала, өзінде жас болдың. Сосын екіншінде тренерлар, ата-аналар қарап отыр. Сосын анасы қарап отыр. Енді қаншама учениктер сенде тренировка істеп жатыр. Бәрі ата-анасы қарап отыр да. Мынау болмайды, анау кәдімгі издевательство анау деген. Қазір мен бірдеме шығардым мына видеоны. Мотиватордан жаман адам жоқ та. Бірақ сен білесің, мен всегда по факту айтамын да, шындықты. Ана құттай баламен андай қылып айтуға, құттай балаға ауыр айтуға, құттай балаға андай қылып басуға, издеваться етуге болмайды. Неге? Ол баяғы заманның баласы емес та ол. Біз кезде мы это поймем, а қазіргі жастар они не поймут это. Түсінсің ба? Оларға грамотно жеткізу керек та. Андай істеп отқан ісін анау болмайды, анау Мұхит. Так что андай қылып, мен саған өзім ақылымды айтайын, андай қылып никогда істеме. Ол сен баяғы заманда жүрген жоқсың ғой. Қазіргі заман кішкене цивильняк, адамдар басқаша түсінеді. Қазір бірдеме анау-мынау болып қалды ма, сразу білесің ғой, шауып келеді ата-аналары деген. Так что сен комментарийін қара, саған адамдар за правильную вещь жазып жатыр да, үлкен кісілер. Қой, анауынды қой деп бар ғой. Просто мен саған ақылымды айтып отырмын, болды, сен дұрыс қабылда мына видеоны. Ассаламу алейкум, жігіттер. Мына бір видеоны көріп үндемей отыра алмадым. Не істеп жатсың, құттай баламен? Күшті айтады. Тағы бір қайталашы. Құттай баламен не істеп жатсың? Ол енді юношы ғой енді. Не дейді атаң? Ануарбек мотиватор. Юноша дедің, құттай бала дедің, ата-анасын ертіп келеді дедің. Сен басқа істейтін тірлігің жоқ па? Алда бой келе жатыр. Жақсылап дайындал. Ұйықтайсың ато қайтадан. Мұхит ағаның саған жауап беретін уақыты да жоқ. Тренировка жасап бойға дайындалып жатыр. Ал сен жүрсің Жұман ағаға секіріп. То анаған, то мынаған секіріп. Еще айтасың, мотиватор как она есть, дұрыс айтады деп. Мен всегда по факту айтамын да, шындықты. Дұрыс айтатын адамның ісі де дұрыс болу керек. Мәке, сіз қатты кетіп барасыз, мәке, жотам. Ол видеода жай ғана бір тренировочный момент. Мұхит ағай солай қызықты қылып өткізеді тренировка. Жаңа мен айтып жатсың, құттай бала, кішкентай бала, психологиясын құртасын, көңіліне алып қалады деген секілді. Ануарбек мотиватор, мен Таразскимін. Сен мен басқалармен шатастырма. Мен күйеу балам қарап отыр. Бокстан Қазақстан құрама командасындағы аға бауырларым қарап отыр. Оқушыларым қарап отыр. Түркия елінің үлкен ағаларым қарап отыр. Сен бокс школаңда дұрыс емес қой. Сен залға кел, мен саған Таразский бокс школасын көрсетейін. Ануарбек, сен бойға дайындалсайшы. Жақсылап бойға дайындал. Кіммен шығатыныңды ұмытпа. Саған сәттілік тілеймін. Мұхит ағама жеңіс тілеймін. Ассаламу алейкум, жігіттер.